Егер тағдыр саған лимон берсе, одан лимонад жаса. Басқаны сынамас бұрын, өз кемшіліктеріңіз туралы айтыңыз. Барлық адамдарда қорқыныш болады, бірақ батылдар қорқыныштарын басып алға жылжиды. Өзіңіз кездескен адамдардың 4-3-і көңіліне ортақтасқаныңызды қалайды. Оны білдіріңіз, сонда сізді түсінетін болады. Көтермелеуді жиі пайдаланыңыз. Адамдағы түзегіңіз келетін кемшілік оңай жөнделетін сияқты көрінсін, ал оны үйіріп әкететін ісіңіз жеңіл орындалсын. Егер сіз әділ болмасаңыз, мұны барден шын көңілмен мойындаңыз. Адам өз-өзін жөндеуге кіріскен кезде адам деген атқа лайық болады. Таласта ең жақсы нәтижеге жетудің жалғыз тәсілі айтыс-тартыстан жалтару. Өткенге көп көз сала бермеңіз, болашағыңызға қайғырыңыз. Сіз 2 айда басқа адамдарға қызығушылық таныту арқылы басқа адамдарды қызықтыруға тырысқаннан гөрі көбірек дос таба аласыз. Есіңізде болсын, сұхбаттасыңыз толығымен әділ болмауы мүмкін. Бірақ ол бұлай ойламайды. Оны сөге көрмеңіз, бұл тек ақымақтың тірлігі. Оны түсінуге тырысыңыз. Тек ақылды, кешірімді, сирек кездесетін адамдар ғана осылай істейді. Саған шабуыл жасайтын жаулардан қорықпа. Сізге жағымпазданатын достардан қорқыңыз. Қолыңнан келсе, басқа адамдардан дана бол. Бірақ бұл туралы оларға айтпа. Ешқашан жауларыңызбен есеп айырысуға тырыспаңыз, өйткені осылай ету арқылы сіз өзіңізге олардан әлдеқайда көп зиян келтіресіз. Сізге жағымсыз адамдар туралы 1 минутқа да ойламаңыз. Әр адамды сізбен, сіздің проблемаларыңыздан гөрі өз қажеттері мен проблемалары көбірек қызықтыратынын ұмытпаңыз. Ол үшін тісінің сырқырауы миллиондар зардап шегетін аштық пен табиғи апатқа қарағанда маңыздырақ. Біреумен әңгімеге кіріскенде осы жай қаперіңізде болсын. Сіз емес, басқа адамның позициясын ұстаныңыз және оған не қажет екенін түсіне біліңіз. Бүкіл әлем мұны істей алатын адаммен бірге болады. Адамның жүрегіне жетудің ең сенімді жолы, онымен ең бастысы нені бағалайтыны туралы сөйлесу. Адамда алдымен өзінің қажеттіліктерінің төңірегінде ғана қызығу болады, өзінің ауырған тісінің уайымы елдегі аштық пен апаттан зәрлірек. Қарапайым адам әлемдегі барлық басқа есімдерге қарағанда өз есіміне көбірек қызығушылық танытады. Адамдарға ықпал етудің құпиясы сөйлей білуде емес, жақсы тыңдаушы бола білуде. Біз бәріміз артымызда гүлдеген раушан гүлдерінен ләззат алудың орнына көкжиектен тыс жерде орналасқан сиқырлы раушан бақшасын армандаймыз. Бақыт тапқыңыз келсе, өзгелердің сізді мойындауы туралы ойламаңыз. Қуанышты өз ішіңізден табуға тырысыңыз. Өз-өзіңізбен бақытты болыңыз. Егер сенің жаның жабайы алма ағашының қышқыл жемісіндей төмен болса, онда сіз сәтсіздікке ұшырайсыз, оған толығымен лайықсыз. Кез келген адамды ұрып жығу оңай. Бірақ рухы мықты адамды есеңгірету мүмкін емес. Дұшпандарымызды жек көрсек, біз оларға өз үстімізден билік береміз. Олар біздің ұйқымызға, тәбетімізге, қан қысымымызға, денсаулығымызға және бақытымызға әсер етеді. Біздің өшпенділігіміз оларға зиян тигізбейді, бірақ ол біздің күн мен түнімізді қорқынышты түске айналдырады. Бізде бұл жер бетінде өмір сүруге бірнеше 10 жылдықтар қалды және біз шағымдар туралы ойлауға соншама қайтарылмайтын сағаттарды босқа кетіреміз. 1 жылдан кейін біз ұмытып кетеміз және айналамыздағылардың бәрі оларды ұмытады. Досыңыздың кім екенін айтсаңыз, сіздің кім екеніңізді айтып беремін. Бақыт сіздің кім екеніңізге немесе сізде бар нәрсеге байланысты емес, бұл сіздің не ойлайтыныңызға байланысты. Жұмысы жоқ адам азғындыққа бір табан жақын болады. Біз әрқашан өмірлік жағдайымызды өзгерте алмаймыз, бірақ оған деген көзқарасымызды өзгертуге әрқашан күшіміз жетеді. Өз кемшіліктерімізді көре білейік. Жетістікке жетудің басты жолы осы. Әрине, күйеуіңіздің кемшілігі бар. Егер ол әулие болса, саған ешқашан үйленбес еді. Егер әр ұлт өзін өзгелерден артық санаса, соғыстың басты алғы шарты сол. Бір нәрсені үйренуге деген қаттанда бұл жетістіктің 50%. Бүгін істейтін жұмысты ертеңге қалдырма. Басқаларға еліктеме.
Өзіңізді табыңыз және өзіңіз болыңыз. Бүгінгі уақытта иығыңызға түскен өткеннің ауыртпалығына қосылатын болашақтың ауыртпалығы тіпті ең күштіні де жолда сүріндіреді. Әр адам күніне тым болмағанда 5 минут ақымақ болады. Ақылды адам атанудың жолы сол лимитті азайту. Біздің басты міндетіміз болашақтың тұманды қашықтығына көз жүгірту емес, қазір біз көріп тұрған бағытта әрекет ету. Өзіңіздің пікіріңіздің қате екендігін білсеңіз, бірден мойындаңыз. Көзіңді қаншаға сатар едің? Аяқтар? Миллиондаған долларлар немесе сіз оларды баға жетпес деп санайсыз ба, және олармен ешқашан бөліспейсіз бе? Сіз байсыз, сіз оны түсінбейсіз. Жемісі бар ағашқа ғана тас атады. Алысқа ұмтылған адам, тәуекелге баруға батылы бар адам. Қорқақ қайық жағадан алыс кетпейді. Жас балалардың үлкендердің әңгімесін тыңдауды ұнататынын ұмытпаңыз. Сондықтан әрқашан балалардың қасында тұрып дөрекі сөйлемеңіз. Иесіне қымбат емес, бірақ алушы үшін баға жетпес сыйлық күлімсіреу. Қорқақтық біздің ең басты кедергіміз. Дұшпан қаласаң, достарыңнан асып түс, бірақ дос болғың келсе, дорың сенен жоғары болсын. Біздің басты мақсатымыз тым алысқа көз салу емес. Өзіміз көре алған жерге дейінгі қамымызды ойлай білу. Адам неғұрлым маңызды болса, адамдар оны қорлаудан соғұрлым қанағат алады. Өміріңіз тым қызықсыз болып көрінсе, жаныңызға жақын жұмыс тауып алып, өміріңізді соған арнаңыз. Сонда алыс болып көрініп жүрген бақытыңызды табасыз. Мен бұрыннан үйренген ең маңызды сабақ, бұл біздің ойлайтын нәрселердің маңыздылығы. Сенің не ойлайтыныңды білсем, сенің кім екеніңді білер едім. Біздің ойларымыз бізді кім екенімізді көрсетеді. Уәдені орындамау сенімсіздік тудырады. Мен аяғы жоқ адамды кездірмейінше, менде аяқ киім болмағанына қынжылдым. Өзімізді бақытсыз деп сезінуіміздің себебі, басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауызда. Егер сіз бал жинағыңыз келсе, ұяны бұзбаңыз. Уәделердің құны әдетте аз. Жеке өз басым қаймақ қосылған бүлдіргенді жақсы көремін, алайда неге екен белгісіз, балық құрттарды жақсы көреді. Сондықтан да балыққа бара жатқанда өзімнің жақсы көретінімді емес, балықтың жақсы көретінін ойлап барамын. Сонымен адамдар не қалайды? Көп емес, бірақ олар шынымен қалайтын аз нәрсеге олар айқын табандылықпен қол жеткізеді. Білім іс жүзінде қолданылмайынша күш емес. Жоғалтып алмау үшін арнамызға жазылып қойыңыз. Бейнеміз ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз және пікірлер жазыңыз. Қай дәйек сөз сізге ұнады? Келесі жолы біздің арнада кездескенше